Саламатсың, Амина. Біздің бүгінгі сабағымыз дәрумендер және олардың маңызы. Суда еритін және майда еритін дәрумендер, тағам құрамындағы С дәруменді анықтау. Сабағымыздың мақсатындамыз. Дәрумендердің маңызы, суда еритін және майда еритін дәрумендер, тағамның құрамындағы С дәруменді білу. Дәрумен дегеніміз адам мен жануарлардың тіршілігі үшін өте қажетті биологиялық белсенді органикалық қоспалар. Дәрумен туралы ілімнің негізін 1880 жылы орыс дәрігер Николай Лунин ашты. Енді дәрумендердің маңызына қысқаша тоқталайық. Дәрумендер өсімдік пен мал өнімдерінен алынатын азық-түліктерде болады. Әр түрлі тағамды ішу арқылы өзіне қажетті дәрумендерді адам алып отырады. Күнделікті ішіп отырған тағамымыздың кейбіреуінің құрамында адам организміне аса қажетті дәрумендер жетіспейді. Демек, тағам дәрумендермен жеткіліксіз болса, адам әртүрлі ауруға жиі шалдыуы мүмкін. Соған қарағанда ас дәммен тәтті, немесе ас жүрген жерде ауру тұрмайды деп біздің халық бекер айтпаған. Дәрумендер адам өмірінің арқауы, онсыз адамның денсаулығы ойдағыдай болмайды. Тіпті адам тіршілік ете алу да мүмкін емес. Олай болса, дәрумендерді қарапайым тілмен айтқанда тіршілік нәрі, өмір серігі деуге болады. Енді біз қысқаша дәрумендерді біз жалпы құрамының бұзылуына, ағзадағы қажетті дәрумендердің құрамының бұзылуына байланысты А витаминоз, гиповитаминоз, гипервитаминоз деп үш топқа бөлеміз. А витаминоз дегеніміз егер дәруменнің толық жетіспеушілігі, тағамның витаминдердің аздығынан организм зат алмасу процесі бұзылып, кейбір ауруларға ұшырауы мүмкін. Мысалы, цинга, рахит, ақшам соқыры, пиллагара, бере деген. Гиповитаминоз дегеніміз кейбір витаминдерді ағза өзі өндіреді. Сол организмде өндіретін дәрумендердің жетіспеушілігінен зат алмасу бұзылады. Ондай жағдайды біз гиповитаминоз деп атаймыз. Гипервитаминде шектен тыс көп бұзылуының әсерінен туатын зат алмасудағы немесе физиологиялық функциялардың процестерінің өзгерістерін айтады. Енді мына жерде кестеде дәрумендер туралы қысқартылып көрсетілген, жалпы дәрумендердің майда еритін, суда еритін деп екі топқа бөлдік. Суда еритіндерді H, С, B12, B2, B1, B6 дәрумендер суда еритін. Майда еритіндер А, Д, Е, К дәрумендер. Енді осы дәрумендерге қысқаша тоқталайық. А дәрумен өте маңызды өсу дәрумені деп аталады. Ол көзге пайдалы, теріге де әсер етеді. Осы А дәрумен жетіспеген жағдайда көздің көргіштігі төмендейді, ақшам соқыр деген ауру пайда болуы мүмкін, және де өсу тежелденеді. Бұл сүт тағамдарда жұмыртқа, бауыр, сәбіз, бұрыш, шие, асбұршақ, сары өрік, жасыл жапырақ, ет мұрында көп жағдайда кездеседі. Ретанол деп атаймыз бұл дәруменді. Келесі дәруменіміз Е дәрумен. Бұны токопрол деп атаймыз. Бұл дәруменнің оттек тасымалдауына қатысады, жыныс гормондардың түзілуіне жәрдемдеседі, улы заттарды залалсыздандырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда жыныстық гормондардың жұмысы бұзылады. Бұл дәрумен өсімдік майы, соя, жаңғақ, жұмыртқа, қарақұмақ жармасының құрамында кездеседі. К дәрумен. Бұның маңыздылығы қанның ұюына қатысады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда
кан токтомайтын ауру пайда болуу мүмкүн. Бул калакай, сәбиз, кызанак, аскабак, ором жапырак баурда кездешет. Келески дарумен, Д дарумен, кальций пирол деп атайбыз. Кальций тасымалдауына катышат. Бул дарумен жетишпеген жагдайда тирлегиш, тери бозарат, жалпы әлсиздик, уйкунун бузулуу, сүйүктүн сыңгышкан касиеттер пайда болот. Бул дарумен сары май, жумуртканын сароозу, балык майында көп кездешет. Келески Б1 даруменimiz сыра ашыткысында, бидайда, нанда, жармада, әсіресе солу менен каракмакта, буршак тукумдарда, баурда, бүйрөктө, жумуртканын сароосу, өрүк, апельсин, карбыз, шие, пияз, картоп, сәбиз, жаңгак, сарымсак, ором жапырак, селдери, кызылша, аскабак, аскөк, окуроп дегенбиз. Кымыздыкта кездешет. В2 дарумени рибофлавин деп атайбыз. Жетишпегенде ерин кургап, кызарып, езу жарылып, кабыршыктанып, ушук чыгат, тил кургап, ашык кызыл түскө ийинеди, териге түскөн жараны баяу жазылат, аш-жек, жуунун бауыр кызметин бузулуу байкалат. Б2 дарумен нан ашыткысы, ет, бауыр, жумуртка, сөт, ірімшік, сүзбе, буршак, кызанак, кызылшак, каракат, таңкорай, ас көк, ором жапырак, карбыз, картоптарда кездешет. В3 дарумен жетишпегенде шаширти агарат, аяк кол тартылат, және ишек пен бауыр закымданат. Бул астык такылдарында, буршак тукумдарында, саңыраулак ашыткысында, картоп, жумуртка, ет, балыктарда көп кездешетін, негизги кездешетін тагамдар мына жерде. Б6 бул жаңеги жетишпеген кезде тери кургап, депрессияга учуроо мүмкүн, адам титиркеңиштик касиет пайда болот, уйкунун кашуу, картайуу жылдамдыгы, бойдун өсүү, тежелүү деген сыяктуу көптөгөн жагдайга әсер этет. Б6 ет, бауыр, балык, жумуртка, сарыоз, ашыткы, көк, буршак, ором жапырак, сәбиз, кылшада кездешет. Б12 цинкобаламин деп атайбыз. Жетишпегенен кан аздык, ас кортуу кызметин бузулат, жүйкө жүйөсүнүн закымданууна учурайт. Цинкобаламиндин сүт, ырымшык, ет, бауыр, бүйрөк, уолдырыкта мол мөлчөрүндө кездешет. Мына турган тагамдарда көп мөлчөрүндө болот. Жалпы энди агзага өтө кажеттүү эң негизги дарумен С дарумен болуп келет. Эми биз бул С даруменин зертханалык тургуда курамын аныктай алмайбыз үйдө болгондуктан. Сондуктан жалпы бул С дарумен агзага канчалыкты кажеттүүлүгүн гана билүүбүз керек. Организм жукпал оорулардан каршы турууга камтамасыз этеди. Жаракаттанган кезде тез жазылууна жардамдешет. Мисалы биз күздө тумоого каршы С дарумен лимонду көп колдонобуз. Себеби бул жаңеги жукпал оорулардан каршы турууга мүмкүндүгү зор экенин осумен далилдөөгө болот. Және бул дарумен жетишпеген жагдайда куркулак ауру пайда болуу мүмкүн. Жалпы бул бизге күнүнө 50-ден 100 мг кажет этет. Жемистерде, көкөнүстөрдө, укропта, лимонда, кара бүлдүргөндө, көк пияздын курамында өтө көп мөлчөрүндө болот. Сондуктан биз жалпы осы С дарумен мына турган көкөнүстөр менен жемиш жидектердин курамында болгондуктан күнделиктүү аз мөлчөрүндө осы тагамдарды пайдаланганыбыз дурус болуп келет. Жалпы С дарумен адамга өтө кажет. Енді амина біз бүгінгі сабағымызға қысқаша тоқталдық. Керекті деген жерлерін
осы бейне жазбаны өзің арасында тоқтатып қойып көруге болады. Оқу тапсырма. Оқулықтың 62-ден 70-ші бетті оқу. Бұл енді көп тапсырма. Дегенмен өзің мүмкіндігіне қарай ақырындап арасында келесі сабаққа дейін оқуға болады. Сосын мынандай тапсырмаға жауап жазамын. Неліктен с дәрумен басты дәрумен деп атады? Өзі пікіріңді жазсаң болады қысқаша. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Жақсы, сау бола ғой.